имам дегенде сіз қайттан қателік жібердіңіз. Сіз имамдармен барып бекер сөйлестіңіз. Имамдар ол әшейін жүрген әшейін мұсылмандар ғой, өздерінің денелерін әрең сүйреп жүрген. Оларға не үшін барып жүрсіз сіз? Дамыған баяғы заманда халифаттың кезінде, жалпы бұрында ислам өркениеті мықты кезде адамдар үйіндегі ең керемет баласын, ең тамаша талантлы баласын медреселерге жіберетін да, онша емес баласын жаңағыдай дүниеви ғылымдарға жіберетін. Қазіргі заманда керісінше ең жақсы балаларын, қазір білімі талапты балаларын Оксфорд, Кембриджге болашақ программасымен жібереді да, ең бұзақы, жаман сондай хулигандарды, наркомандарды медресеге жібереді да, сол жерде тәрбиелесінші деп ше. Әйтеуір Құдайдан қорқып тастайтын шығар осы темекісін деген сияқты. Солардан имамдар шығып жатыр да, ол имамдардан не сұрайсың ол? Мен имамдардың өзінен 3 жылдың ішінде шаршап кеткенмін. Бірде-бір сұрағыма мен жауап бере алмады имамдар. Әшейін олар жүрген әшейін адамдар ғой көбісі. Бәріне құм шашпаймын. Ішінде шынымен мықтылары бар. Бірақ енді ондайлармен әлі кездестірмедім, бірақ бар шығар деп ойлаймын. Сондықтан имамдарға қарап бүкіл дінді нетпесеңші. Жай ма? Сен мұсылмандармен сөйлесші оданша, мұсылмандармен жақсы пікірлейтін. Адамдармен нетілмейді ол дін. Дін адамдармен жасалмайды ол.